Сәлеметсіздер ме достар, мына 2 жасар бала массаждан кейін осындай реанимацияға жатып, осындай халге ұшырады. Массаж ол тек дәрігердің несімен, тағайындалуымен тағайындалады, және жайдан жай массаж жасап баланың вообще мойнына, мойын омыртқасына тиісуге болмайды. Негізі массаждан өте көп зардап шегетіндер. Егер массажист іздесеңіздер, бірінші массажистің сертификатын, оқыған дипломдарын сұраңыз. Және дәрігер болса, дәрігердің де дипломдарын сұраңыз. Массаж жасағанда кішкентай балалардың сүйектері өте әлсіз. Кішкене ғана резкий движениемен баланың қолын, бел омыртқасын, мойын омыртқасын сындырып жіберуі мүмкін. Сіздің дәрігеріңіз Бегім Талапқызы. Өтініш, мұқият болыңыздар.